Так, кім менің шоколадымды жеген? Мен шоколад жеген жоқпын. Өтірік айтпа! Көрші шу отыр. Не істеп жүрсің үйде? Тыныштық па, не болып отыр? Араласпа! Мырза, сізге ашулануға болмайды. Қандай шоколад? Сен кімсің тағы? Тыныштық па отағасы? Шоколадта тұрған не бар ол? Мәселе шоколадта емес. Мәселе оның сыртында. Неменеге жерге тастайсыңдар? Көк туымыздың бейнесі тұрған жоқ па? Ей, қойыңдар. О, қалайсың? Кел, кір. Мама папалар аман ба? Кел. Не бар жейтін, қарым аш кетті ол. Отыр, тамақтан ал, кел. Қоя беріңіздер, тойып келатыр. Же, ұялма. Ой, қарым тоқ менің. Асыл ayt, musul tökmеш pa? Qaz, mam. Bana turib musul töküyor. Ya to'qilmaysin mı? Абылай бір мұсыр төкпеш бар. Берсең шапшын өзім Қой, ана бала өзі төгеді ғой. Беріңіз шапшын өзім төк бөлем ғой. Сен әуреq ше. Ой, жоқ, үйде всегда өзім төгем ғой. Қойш. Топ 6 обязательно боқтайтын ситуациялар. Жеге тамақ қалды ма? Өзі кішкентай тамақтың бөліп ішіп отыр екенбіз. Брат, мен киімдерімді де саласашы. Ой, брат, өзі қосып қойдым. Кім менің телефон суыр, өзің телефон қойып қойған? Мен. Мұрат, естідің ма? Бораттың екінші шығып отыр ғой. Қойш? Ағаста президент болып кетсем. Президент мырза, сіздің кешегі тапсырмаңыз бойынша 2000 теңге ақшаның бетіне суретіңіз сыймай жатыр. Қойш, ана бүйтіп тұрған суретім бар еді ғой, ВК-да соны қоясыңдаршы. Мектептен арыз шағым түсіп отыр, сіздің балаңыз екінші сабақтан кейін қашып кете береді екен. Онда 2 сабақ қойыңдар күнде. Алло, Айгүл, ойбай маған Индрайбер шақырып бересің ба, әлде өзің арқалап алып кетесің ба? Ертең ана әжемнің беташ еді, соған ана бар ғой беташатын кім еді анау? Боратқа ұқсайтын ше. Қабдол. Вот, соны шақырып беріңдерші тез. Президент мырза, сізге жайдарманнан команда келіп тұр, спонсор боласыз ба деп. Қандай команда? Апорт. Құртайш. Мына әдемі екен, ә? Мына егелеріне айтып қойыңдар, кешке барам, үйімді босатып қойсын мені. Ар жағына асфальт жеріп, бетонды қыртып. Ашки қалай нормально тұра ма? Жақсы. Болды, қалап алдым. Мамам түскеді ғой. Американда жақсы отырыс болды, жақсы, иә. Аға, шот төлемейсіз ба не? Кәсіпкерлік жоқ па сіздерде? Ыңғайсыз ситуациялар. Қыздармен шығамыз ғой, брат, темек жоқ па? Ой, Роман, парламенттан ауыз тисе. Эссе жоқ па не? Брат, бере, нормально. Маралар сонда ләқып кетті. Оқ біле. Қалайсың, досым, амансың ба? Не жаңасың отыр? Жақсымен? Брат, фото түсіріш бізде? Давай. Ой, башиш. Бозбаланы бұлай боздауына себепкер мемлекет жүйесі және де достары. Себебі жылына бір рет келетін төл мерекесі туылған күні тағы да биыл порожняк өтуде. Ауыздары көпіріп осыдан бір ай бұрын басқа қалада жасақ или каждыйымыз отызынан шығарайық деп өздеріне дау алған достары қазіргі таңда дістелген сушиға да тиын табылмай кендіріп жатқан жайы бар. Оған бағатын тиын жоқ па? Тиын жоқ, значит ақша жоқ. Ақша жоқ, значит жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ, оған кім кінәлі? Мемлекет кінәлі. Енді неге босқа үміттендірдіңдер баланы мықты қылып жасаймыз деп? Енді ол кезде бәріміз мас болдық қой, айта береміз ғой. Жоқ, брат, мен туған күнде вечно порожняк. То шотқа ақыретпей қойды, то ментовкада. Жұрттардың сторисін қарашы, туған күнде бір қыдырып адам түсіп, менікі бір бытшып бар ғой. Келесі туылған күн жақсы өтеді. Құрметті ағайын, бұны мен не айтпақпын. Инстаграмның сторисіне алдана бермейік. Сіздермен бірге болған мен Аузы Көпіргенович, арнайы ЗБ ТВ үшін. Рахмет.